алтын қақпа зияткерлік сайысында маған бұл ойын өте қызықты болды және көптеген білмейтін өзімнің ақпараттармен таныстым. Оның ішінде ескі көмілген сөздерді білдім, атау керек сөздің мағынасы және көптеген сөздердің мағынасын білдім. Бірінші тур маған өте оңай болды. Одан кейінгі Ахмет Байтұрсынұлы ұлттық туралы ақпараттарды көптеп білдім. Бүгінгі үлкен сайыста өте қызықты болды және ұйымдастырушы кісілердің сындайды. Бүгінгі алтын қақпа зияткерлік ойынында сіз үшін не нәрсе артық болды, немесе сіз тағы да қандай қосымша тапсырмаларды ұсынар едіңіз? Маған тапсырмалардың барлығы ұнады және барлығы жақсы болды. Қосатын болсақ, ұлттық Ахмет Байтұрсынұлының өлеңдер жинағына жеке өзіме осы ойын өте керемет өтті. Бұл ойынның турлары өте жеңіл болды. Ал алып қосатын болатын болсам, алатын ештеңе жоқ. Қосатын бұл ойын 9-шы сынып оқушыларына өте жеңіл өтті. Ашат, сізге компьютермен тапсырмаларды орындалған қаншалықты қызық болды, немесе қаншалықты қиын болды? Компьютермен тапсырма орындау қызық және оңай. Ештеңе кедергі іздеген жоқ. Бұл сайысты ұйымдастырушыларға көп алғысын айтамын. Бүгінгі алтын қақпа зияткерлік сайысын өткізген ең алдымен сіздерге өзімнің үлкен алғысымды жеткізгім келіп тұр. Және де сайыстың турлары туралы айта кететін болсақ, 3 турдың барлығы да оңай және де қызық болды десем қателеспеймін. Және де біз бұл сайыс арқылы Ахмет Байтұрсынұлы туралы көптеген мәліметтерді толықтыра алдық. Сонымен қатар көнерген сөздердің мағыналарын жақсы танысып толықтырдық. Және де алдағы уақытта осындай сайыстар тағы да көптеп болса деймін. Сіздің жарыс соңындағы көңіл-күйіңіз, эмоцияңыз қандай болды? Өте керемет, себебі барлығы әділ өтті. Бүгінгі алтын қақпа зияткерлік сайысы өте қызықты өтті. Маған барлығы ұнады, барлығы әділетті және жаңа ақпараттар білген болдым. Жетекші мектеп пен серіктес мектептер арасында жоспарға сәйкес ұйымдастырылған алтын қақпа зияткерлік сайысы 9-шы сыныптар оқушылары арасында өтетін 19 қазан күні болып өтті. Жалпы бұл алтын қақпа сайысын осымен біз аудандық шара ретінде екінші рет өткізген болатынбыз. Бірінші өткізгені бұл 11 сынып оқушыларына арналған болатын. Және екіншісі бұл 9-шы сыныптарға өзгертіліп, жеңілдетіліп алынып отыр. Сайысқа қатысқан оқушылардың уақытынан кешікпей, уақытылы келуі және де осы жалғыз бір адамның қолынан ешнәрсе келмейді. Мектеп болып, команда болып, бірлестік болып, жалпы мектеп әкімшілігі болып, осы бүгінгі сайыстың өз деңгейінде өтуіне атсалысқан әріптестеріме ризашылығым шексіз. Аудандық шараны өткізу жауапкершілігі жүктелгеннен кейін қобалжығанымды жасырмаймын. Ал енді сайыстың соңында сайысқа қатысушы оқушылардың пікірлерін тыңдай отырып, сайысымыздың нәтижелі өз дәрежесінде өткендігіне көзім жетіп, өзімнің көңіл-күйім орнына келіп, қобалжығаным басылып, үстінен бір аужы түскендей сезімде болып отырмын. Сәтті күн болғанына, жоспарланған жұмысымыздың, бірлескен жұмысымыздың сәтті аяқталғанына қуаныштымын.